Менің қазақша рецепттерге арналған арнама қолдау көрсетіп, жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Мен сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Мен бүгін осындай муравейник деген салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін суға піскен тауықты, қазір бірінші слойына суға піскен тауықты жұқалап, жіңішкелеп турап салып шығамын. Сосын майонезбен сетка жасаймын. Мынандай кондитерлік мешокке майонезді кигізіп алдым. Майонезім менің үйден жасалған. Екінші слойға бір қияр алып, оның сыртын қабығын жеңілдеп ашып, екі бас кестім және оны корей теркісімен, корейский салаттың теркісіне теркіледім. Бұл салаттың екінші слойына бетіне жауып шықтым да, тағы да майонезбен сетка жасадым. Үшінші слойға мынандай помидорды жұқалап турайсыздар, жіңішкелеп, осылай. Үшінші слойға помидорды да салып шығып, қайтадан майонезбен сетка жасаймын. Содан кейін мен сыр пайдаландым. Сіздер өздеріңіз қалаған кез келген сырды пайдалана аласыздар. Үккіштің уақ көзінен өткіздім осылай. Қайтадан майонезбен жүріп шықтым. Енді мен салатын осылай қоя тұрып, қазір бетіне картофельный пайды дайындауға кірісемін. Ол үшін мен осындай 2 картоп алдым. Қазір қабығын ашып аламын. Міне мен қабығын ашыдым. Бұл картопты деді қазір корейский морковтың теркісіне өткізетін боламын. Міне менің картопым өтті. Енді қызып тұрған майға жайлап сарғайып қызарғанша қуырып алатын боламын. Кәдімгі бауырсақ сияқты қуырып аласыздар. Мен осылай барлық картоптарымды қуырып алдым. Міне менің картоптарым қуырылып болды. Қазір салаттың бетіне саламыз. Жаңа жасап қойған салаттың бетіне картофельный пайды салып шықтым. Осымен менің салатым дайын болып қалды. Өздеріңіз қалағандарыңызша әдемілесеңдер болады. Өте дәмді шығады, жасап көріңіздер.